Баршаңызға сәлем. Бүгін мен молочная девочка, яғни сүтті қыз тортының рецептімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнымызға қопсқышымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте таза ыдысымызды алып, жұмыртқамызбен сгущенкамызды араластырамыз. Мен осындай буренка сгущенкасын пайдаландым. Екеуін жақсылап біркелкі масса етіп араластырып аламыз. Келесі кезекте бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды құйып, тағы да бір жақсылап шайқап аламыз. Одан соң ұнымызды саламыз. 3 бөлікке бөліп, ұнымызды жұмыртқалы массаға қосып, жақсылап араластырып аламыз. Мен миксер пайдаланған жоқпын, барлығын тек венчикпен араластырып алдым. Міне қамырымызды 3 бөлікке бөліп араластырып алдық. Біздің қамырымыз дайын болды. Осындай қоймалжың консистенцияда шығуы керек. Ал енді пергамент қағаздарымызды дайындап аламыз. Егер сіздердің пергамент қағаздарыңыздың сапасы жақсы болса, онда майлау міндетті емес. Біздің корждарымыздың көлемі 24 диаметр болады. Әр корждарымызға 160 граммнан қамыр құйылады. Егер сіздерде өлшейтін весі болмаса, онда бір коржға үлкен ас қасықпен 5-6 қамыр құятын боласыздар. Міне біз қамырымызды пергаменттің үстіне құйып, бір тегіс етіп төсеп аламыз да, қызып тұрған пешімізге 5 минут көлемінде пісіріп аламыз. Қамырымыздың піскенін ағаш таяқшамен тексеретін боламыз. Және піскеннен кейін айналасын осылай пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Және айта кететін жайт, корждарымызды пісіретін кезде осы дөңгелек форманың ішіне пісіруге кеңес беремін. Себебі корждарыңыз жайылып кетпей, формасын ұстап, көтеріліп әдемі болып піседі. Міне осындай 7 корж шығу керек. Қамыры өте нәзік және де қалыңдығы да жаман емес. Ал енді біздің корждарымыз суығанша біз кремін жасауға кірісеміз. Бізге сливочный сыр, шекер және сливки керек болады. Сливки міндетті түрде салқын болу керек. Сливкиді пайдаланар алдымен айналасын ашып, жақсылап шайқап аламыз. Таза ыдысымызға сливочный сыр мен шекерімізді салып, вилканың көмегімен басын біріктіріп аламыз. Келесі кезекте салқындатылған сливкемізді үстіне құйып, жақсылап миксерлейміз. Егер сіздің сливкеңіз салқын болмаса, онда миксерленуі қиын болады. Міне бізде осындай қою формасын ұстайтын крем дайын болды. Енді коржымыздың бетіне кезек-кезектен кремімізді жағып, тортымызды жинаймыз. Тортты жинаған кезде осындай разъемная форманың ішіне жинасаңыздар, торттарыңыз биік әрі біркелкі әдемі болып жиналады. Коржды қойған кезде қатты баспаңыздар. Біркелкі етіп кремімізді жағып алдық. Ең үстіне соңғы коржымызды қойып, осы күйінде холодильникке қойып қоямыз. Енді бетіне жағатын кремімізді дайындаймыз. Мен осындай қызыл красительді пайдаландым. Бірақ розовый түс шығару үшін көп қосқан жоқпын. Біздің тортымыз холодильникте 30 минуттай тұрды.
Ал енді пышақтың көмегімен айналасын босатып аламыз да формамызды шешеміз. Міне бізде осындай биіктікте тортымыз дайын болды. Енді тортымыздың сыртын қаптаймыз. Яғни сыртына кремімізді бір тегіс етіп әдемілеп жағып шығамыз. Тортымыздың сыртын тегістеп алдық. Ал енді оформленияға кірісеміз. Мен осындай розовый шоколадты водяной баняда ерітіп, айналасына патек жасадым. Содан соң бетіне шоколадтан жасалған әріппен туған күн иесіне құттықтау сөз жаздым. Ал енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Фруктымен сәндесеңіздер болады. Шоколадтармен сәндесеңіздер болады. Мен осындай маршмеллоумен және киндердің шоколадын бірнеше бөліктерге бөліп сәндеп шықтым. Және де бетіне осындай әдемі нежный цветті посыпка септім. Ең соңғы кезекте осындай ханшайымдары бар топерлермен сәндеп шықтым. Осымен біздің тортымыз дайын болды. Видеом ұнаса лайк баса кетіңіздер, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда неше түрлі видеомен бөлісетін боламын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.